Assalamu alaikum. Юа Қырым телеканалында хаберлер жанлы яйында, студияда Имран Усинов чалаша. Ишғал етілген Қырымда Украин ортодокс кілсесіне басқылар тіш ішлерін әзірлігінің білдірмесі. Бейрутта патлав нәтижесінде әлақ олғанларының сайысы артты. Керіштекі ялылардан 2 елдан берлі чөплік чықарылмады. Вешімді чөп обаларына ұшайды. Ишғал етілген Қырымда COVID-19-нен да 39 инсан қасталанды. Бұл пандемия башындан берлі ең yüksek рақымлар. Ақиярда бүгін 88 яшындаки қадын өлді. Яңы қасталанғанлар жоқ. Пандемияның бұтын вақыт ішінде ишғал етілген Ақиярда 11 инсан елі қолды, 360 қасталанды. Умумен ишғал етілген Ярымадыда 1386 инсан қасталанды. Олардан 16-сы елі қолды. 986 адам тедевиленді. Бөлі малыматына ишғалжы акимиет хабареті. Бүгінгі күн ішінде COVID-19-нен яңы қасаланғанларының сайысы 1318 инсан. Вебу невбеттекі антирекорд. Бұл ақта Украина сағлав назирі Максим Степанов хабареті. Бұнен бері-берлікте сонки 24 саат ішінде 31 инсан өлді. Ең чоқ қаста олғанлар Львов, Харьков, Ивано-Франковск велетлерінде ве Киев шерінде. Умумен пандемия вақтында коронавируснен 76,5 bin инсан қасталанды, қасталық нәтижесінде 1819 Україналы елі қойды. Ви бачите, що ми продовжуємо. Көргеніңіз кібі біз қасталарының сайысында антирекордлар қырмаға девам етеміз. Мен кенеде сізлерге мұражат етем. Сайғылы украинлер, ковид да жоқ олмады. Біздер пек хафлы дұрымдамыз. Қорчаланмақ үшін сағлық сақлав назерлігі айтқан шейлерге уймақ керек. Украина акимиеті Ақмезжетте ерлешкен кілседен Украина ортодокс дин жематшылығының чықарылмасына текбих етті. Бұл ақта брифинг вақтында тыш ішлер назирі Дмитро Кулеба хабареті. Оның сөздеріне көре ишғалжы девлетінің ярмадыдаки әрекетлері инсан ақлары қаба бұзылмасыдыр. Бұнен бері-берлікте дин жематшылыққа басқы системасыны көстере. Украина тыш ішлерін әзірлігі мұсылман дин қардашларымызға басқыларына да текбих етті. Украин ортодокс кілсесіне ишғалжылер тарафындан басқыларға вақтынша ишғал етілген территориялар реинтеграция назерлігі сесленді. Украина халқара ортодокслар ортақларымен бері-бер Украина ортодокс кілсесінің басқыларының бағлы олғанларға қаршы яңы санкциялар көрсетілмесіне музакире етежеклер. Ми засуджуємо виселення громади Православної церкви України. Ақмеджетте ерлешкен Владимир Веольга кинажлар адына килседен Украина ортодокс дин жамаатчылығының чықарылмасына текбих етеміз. Ишғалжы Русияның Қырымда текіледжек дини қанунларыны ичті қабыл етмейміз. Шымделар Иегова Шаатлар килсесінің 8000 инсанларыны қанундан тыш алға қойдылар. Әлбетте біз Қырым татарларға, мұсылман жамаатчылығына басқыларында көзде тұтамыз. Олар сақты жинайы ішлерден ве қанунсыз яқаланулардан зарар көрелер. Қырымда ишғалжы махкеме әмелиятқа мұқтач олған жима журналистіне ев мудеттіні ұзатты. Амет Сулеймановна Хизбут Тахрир сақты жинайы ішінің 3-ші тақымының фигуранты 9 ноябрге же евден шығып оламай жақ. Бұнен бері-берлікте сағлығы зор дұрымда ве юрегіне әмелиятқа мұқтач. Деп хаберете Адлиеже Лиля Гемеджи. Амет Сулеймановның ишғалжы ФСБ Бахчысарайда Қырым татарларының евлерінде невбеттекі тинтувлер вақтында мартның 11-інде яқалады. Состояние его здоровья значительно ухудшается, он нуждается в срочной операции, которая была назначена через неделю после его задержания. Заключение кардиолога сегодня мы представили в суде. В нем сказано, что состояние ниже удовлетворительного, что он нуждается каждые 3 недели в бициллинотерапии. И эти уколы вынуждена делать его жена, которая по образованию не является медиком. Необходимо прописать в решении суда о том, что Сулейманов Амет может чаще, чем 1 раз в месяц выходить на обследование к врачу. Тем не менее, суд нас не услышал. Меру пресечения оставили прежней, содержание под домашним арестом. Бейрутта әлі қылғанларының сайысы 137 инсанға жарты. Украина ватандашлары олардың арасында жоқ.
Onlar инсан ғайып олған сайла ерлі акимиет патлау нетижесінде олған зарарны 15 миллиард долларлық деп сайдылар. Қазанын нетижелерінден қорчаланмақ үшін Любнан бұтын дүнияға мұражат ете. Бу Бейруттаки Денис Лимана. Анда бір хач күневелісі бұйық патлама алды. Бұл хұзуста тахихат башлатылды. Лиманан рейхберлігі ев незаретіне бұлынмақта. Оларны ималықта қабатлайлар деп хабер ете Любнанлы Элбисті телеканалы. Ерлі оқу қорчайлады қызметлерінің малюматына көре сақлав қайдылерінің бозылмасы себебінен аман-аман 3 тонна аммиак селитрасы суға батты. Химик моделер анда 6 жылдан берлесі сақланып тұрған. Тахминен 5000 инсан яраланды. Олар арасында балалар да бар. Це сталося за декілька секунд. Наше життя повернулося на 180 градусів. Вибух був у всьому будинку. Подивіться на мене. Я намагалася захистити дитину, але я не змогла. Bir çok memleket Lübnan'a yardımda bulundu. Onlar arasında İtalya ve Türkiye. Onlar artık Beyrut'a ilaç ve başka insani yardım geberdi. Bundan gayrı Birleşken Krallık 5 milyon funt sterling yardım vereceğini bildirdi. Almanya ise Lübnan'a Kızıl Haç yardımının 1 milyon euro ayıracak. Frankistan ise Beyrut'a 3 uçak humanitar yardım yollayacağını ilan etti. Я зустрінуся якомога скоріше з групами на місцях, а також з недержавними організаціями. Я також хотів би зв'язатись з ООН, щоб допомога пішла саме на місця, де її можуть отримати ліванські громадяни, які найбільше цього потребують. Beyrut'a Українада yardım etmeye hazır. Вже вчора Україна висловила готовність надати гуманітарну допомогу Лівану. Ми поінформували про це ліванську сторону, отримали запит від Лівану щодо того, що саме їм зараз найбільше потрібно. І зараз Міністерство закордонних справ безпосередньо координує всередині української системи влади це питання з метою надання гуманітарної допомоги нашим ліванським партнерам. Країна опинилася у великій біді, і Україна чим зможе, тим їм допоможе. Lübnan'ın hakimiyeti patlama zararları 15 milyar dolarga yetebileceğini bildirdi. Şehir başı Marwan Abud kaydetkenine göre Beyrut'ta şehrin yarısı berbat oldu. Anastasiya Khaletskaya, Feride Seydametova, Yuaqırım haberleri. İşgal etilgen kerçte yerli sakinler yalı yanında toplanған çöplük obaları için şikayet eteler. Video Kiriç FM işgalci ajanlıqqa ait. Videoda kadın keçken yılları çöplükünü жиштырғанлары hakkında ayta. Bu sene ise çöplükünü bir kimse almay. Город Керчь, несанкционированный пляж на маяке. И посмотрите, каждый год заезжала машина и вывозила мусор. В этом году ни разу машина не приехала. Мусор раздувает по всей степи. Это наш любимый город. İşgalciler Kırım için masraflarına eksiltecek. Rusiyanın Maliye Nazirliğinin saytında işgal etilgen yarımada büdjetinin en azı 17 milyard rublege eksilteceğinin bildirdi. Bu aman 7 milyard grivna. Rus Nazirliğinin sayğanına göre, İçtimai İqtisadi Kırım ve Aqyar İnkişaf Programması gelecek yılda 8 milyard rubleden ziyade eksiltecek. 2022 senesi ise da 9 milyardqa. Bunun ise men sizlerden sağlıklaşam bizlerini Facebook sayfamızda izleyiniz ve bizle olunuz. O'zingizga muqayt olunuz. Ko'rishguncha.